сөйлесіп жүрген жігітім бар еді. Тісім сындырды ғой, мен мұрным сындырды. Қылқындырып, сөйтіп кіргізетін комнатаға. Мен өзім де қателестім, бірақ мен қазір өкінбеймін. Міне сенің қызың проституциямен айналысады, қара, наблюдай деп айтты. Мен колледж бітіргем. 2016-да осы Астанаға келдім, бірақ мамандық бойынша жұмыс істей алмадым. Таныс подругам өзі звондады. Бір жақсы жұмыс бар, айлығы жақсы деді. Бірақ қандай жұмыс екенін айтқан жоқ. Барғаннан кейін мен ойлағам, үй жинайтын горничная ма деп. Сөйтсем, мүлдем қателескем. Екем. Я в школе училась до 9 класса. И с папой там поругались, что они сказали, что не родная дочь. В таком состоянии я ушла из дома. И после этого в Алмате уехала я. И с этим одной девушкой познакомилась, мы вместе так работали. Я согласилась, потому что выхода нет у меня. В магазин все равно деньги не хватает. За квартиру, за это. И из-за этого пошла туда. Барсам, қыздар бар, ішінде 5-еу. Мен түсінбей қалдым, не болып жатыр деп едім. Сосын біздің сутенер Айжан келді, осындай проституцияда істейсің деді. Сосын мен есікті құлыптады, бүт документімді соткамды тартып алды. Достарыңа айтам деді. Мен қорққанымнан қалуға мәжбүр болдым. Ең жаманы, ең ішінде жасы мен болдым да. Мені жақсы өтеді деп, жақсы ақша келеді деп мен ұстауға мәжбүр болды олар. Где-то я полгода сама работала, вместе работали. Через полгода уже она начала, не буду работать, ты сама будешь работать. А если менты поймают, я сама буду отвечать тебя. Когда не работаешь, будет бить, даже зуб сломали. Я сколько избежала, но все равно не получилось. И опять я избежала. И в Астане уже меня привезли сюда. Все равно в Астане пойдешь, короче, там никто тебе не будет помогать. 3 месяца где-то в прошлом году. Никакой деньги не получала. Да, маған сұраныс көп болады. Жоқ, мен жұмыс істемеймін. Кет, басқа қызға бар деп айтам ғой мен. Басқа қыз таңда мен вообще маған жолама деймін ғой. Сол кезде Айжан өзі мені қорқытып, оның қасындағы қыздар мені қылқындырып, сөйтіп кіргізетін комнатаға. Заставляет водку пить. Электрошок, короче. Я все видела там. Я орала сколько. Пыталась соседей взять. Нет, не получилось. Шашынан жұлып, үстінен күліп. Даже с ножем они заходят. Тепті, ұрды даже. Сзади попробуем, короче, так. Если не хочешь, я буду сейчас изнасиловать, типа такое. Есть такой мужики. Бір рет сындан бір еркекті мен ұрып жүргем. И ана қыз келіп маған ұрсып, менімен ұрсып, сен неге оны ұрасың деп. Еркек саған ақшасын төлеп отыр ғой деді маған. Хорошо дедім, мен деген жоқпын ол кезде деп. Содан кейін бастап тісім сындырды ғой мен. Мұрным сындырды, в общем. Сонымен 2 жыл бұрын сөйлесіп жүрген жігітім бар еді. Оны шақырып алды да, кейін осындай, міне сенің қызың проституциямен айналысады, көр, қара, наблюдай деп айтты. Сонымен ол не істейді? Ештеңе айтпай кетіп қалады. Менің мамам жоқ, папам бар. Папам ауылда. Сол туыстарының ешқайсысы білмейді, ешкімге айтқан жоқпын, айтатын да ойым жоқ. Когда в Астане одна парня мне сказала, что помоги мне вот так. И он мне помогал. Он первый раз пришел. Он мне сказал, а что ты плакал? Так. И я сказала, что так, такое получилось. Я не могу здесь выходить. Вот так. И в тот день уже менты пришли, короче, проверили там. И следующий день меня забрали оттуда. И после этого друг друга не виделись мы. Бір айдан кейін айттым, сұрағаныңызды берейін, мен жіберіңізші деді. Арада бір ай өтті. 50 мың тастайсың, мойныңдағы трос цепочкаңды бересің, сосын соткаңды бересің деді. Аудардым, сонымен шықтым. Шыққаннан кейін Астанаға жеткенім сол күйі болды. Сразу 102-ге звондадым.
звондадым, мени алып кетти милициялар. Сол жерде анализ жаракаттанган жерлерин текшерттик. Где-то 10-15 күн өткөндөн кийин сол айелди ұстаган. Ол айел әлі күнге дейін Дәулет вокзалында жұмыс істейді. Ештеңеден қорықпайды. Не жоқ па? Қыздар жоқ. Қыздар. 25-тен жастар жоғары ма? Бір чудо болатынына сезімді. Бір мүмкін ол әйел жазасын алатын шығар. Бұл өмірде ешқашан ешкімге сенбеу керек екен. Бұл өмірде тек қана өзіңе сеніп, өзің ізденіп, өзің жұмыс істеу керек екен. Қой пол жуу болсын, қой туалет жуу болсын. Зато адал келген ақша бұл. Бірақ арам жолмен тапқан ақша ертең о дүниеде бәрі сұра аламыз. Мен өзім де қателестім сол жұмысқа барып. Бірақ мен қазір өкінбеймін, потому что одан мен құтылып жатырмын. Неше адам бар, алдайды, ары арбайды, бері алдайды. Жігіттің өзі де сондай қазір. Жігіттердің өздері де қызды сататындар бар. Ондайды да көрдім. Ол ешкімге сенбеу керек екен. Только өзің жүрегіңе, өзіңе сену керек екен.